Үй жағдайында Рафаэлло жасауды көрсететін болам. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Керек заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқаның сарысы, вилканың көмегімен езіп аламыз. Осылай маргаринімізді да алып, ертіп аламыз. Осылай шанышқының көмегімен. Осылай ертіп алғаннан кейін, иленген ұнымызды алып, осылай қамыр қылып илейтін боламыз. Осылай қамыр қылып илегеннен кейін, жұмсақ қолға жабысатындай болса болды. Қатты қылып бешбармақтың қамырындай қылып істеуге болмайды. Холодильникке 2-3 сағатқа салып қоямыз. Блендеріміздің көмегімізбен вафлемізді майдалап өткізіп аламыз. Осындай комбайнымызбен. Холодильникке салып қойған қамырымызды алып, пакнардың қағазын қолданамын мен көбінесе. Пакнардың қағазын қойып, осылай қылып домалататын боламыз. Яғни тестамызды екі қолымызбен мыжып, осылай қылып істейміз. Пешімізді қосып қойып, 6-7 минут пісіретін боламыз. Өзі қызарған кезде алып, суыған кезде молокомызға батырып, вафлемізге салып, осы видеодағыдай қатты қиын емес, оңай жасалу жолы. Үйдегі заттармен істесеңіздер болады. Балдар сүйсініп жейді. Істеп көріңіздер. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жақсы видеоларды салатын боламын. Ас болсын. Шаймен ішпеңізде приятно, керемет. Жақсы.